Сіздерге бірден айта кетейін, бұл жолғы видео шоу өте эмоционалды болады. Себебі менің осы жасым айдың айдаған мотоциклдерім ішіндегі ең мықтысы 222 модель 300 кубты. Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Bamix YouTube арнасы. Неге ең мықтысы? Себебі бұның моторы 300 кубты, яғни 28 бие, бір айғырдың күші бар. Қазір бір айдап келіп, жолымызды бастайтын боламыз. Тартысын айта кететін болсам, 29 аттың күші бар екен, білініп-ақ тұр. Айттым ғой, осы жасыма дейін мінген мотоциклдердің ең мықтысы деп. Тартысын өзі білініп тұр ғой. Сіздерге айтайын, бұл мотоциклді алсаңыздар, өкінбейсіздер. Жұмсақтығының өзі. Жұмсақтығының өзі келіп жатыр қазір. Талдыр-күлдір жерлермен жұмсақтығы, жоспылығы білініп жатқан жоқ. Мені қараңыздар. Өте жұмсақ ұстап келатыр жолды. Опа. Ойба. Құрметті көрермендер, бұл ешқандай да тест драйв емес. Мен өзім осы 300 кубтың жүрісін көрсеткім келген. Ал енді өзіміздің обзорымызды бастаймыз. Бұның моторы 300 кубты цеп мотор, балансировочный валымен, және де мынандай радиатор масление охлаждениясымен. Ол не десеңіздер, мотордағы майды циркуляция арқылы айналдырып, алдынан жел соғу арқылы майды суытып отырады. Амортизаторларына келетін болсақ, мына жерде сары түсті, күшейтілген түрде жасалған амортизатор, жұмсақтығын жаңағы көрдіңіздер жүріп келген кезде. Алдыңғы крылолары пластмастан жасалған, қарасаңыздар, защиткалары. Қолындағысы да пластмастан жасалған. Дөңгелегіне келетін болсақ, алдыңғы дөңгелегі 21 размерде, спицмен болады, тормоздары дискімен, колодкімен, тормозный житкіспен жүреді. 80-де 100-де 18 размері. Артқы дөңгелегі 110-да 100. Он 18 деп айттым, мына 18 емес қой, 21 ғой. Алдыңғы дөңгелегі айта берейін. Алдыңғы дөңгелегіне келетін болсақ, алдыңғы дөңгелегі 80-де 100-де 21 размерде спицмен жүреді, тормоздары дискімен және колодкімен жүреді. Мына жерде артқы дөңгелегіне келетін болсақ, 100-де 110-да 18 размерде артқы дөңгелегі қалың болады, алдыңғы дөңгелегіне қарағанда размері кішірек болады. Мына жерде артында осындай защитка темір орнатылған. Боковой крышкалары пластмастан жасалынған. Екінші адамға отырғанға табалдырығы жиналмалы. Мына жерде жүргізушінің аяғы тұратын табалдырық, және де мынау скорс, коробканы ауыстыратын скорс. Сцепление басасында бір рет бассаңыз бірге түседі деген сияқты. Ал енді орындығына келсек, жүргізуші отыратын жеріне келетін болсақ, орындығы жұмсақ, екі адамға арналып жасалынған. Мына жерде алдыңызда бак тұрады, пластмастан жасалған, сапалы пластмас, қалың, оңай түрмен сына қоймайды. Сыйымдылығы 7 литр. Оң қолыңызда тормоз, алдыңғы тормоз және газ.
Мына жерде старт кнопкасы, осы арқылы от алдырасыздар. Өшіру кнопкасы соның астында бекітілген. Және кілтпен де өшіруге болады. Так, мына жерде алдыңғы дөңгелектің, алдыңғы тормоздың житкісін құятын жер, екі айнасы, чуток приборы механикалық тұрғыда километрі 140-қа дейін көрсетеді. Тахометр 0-ден 14-ке дейін көрсетеді. Және де бұның чуток приборында нейтралка жанып тұрғанын көрсетеді, және бірінші, екіншіде, үшінші, төртінші, бесінші скоростта тұрғанын көрсететін болады. Дальний фарын жанып тұрғанын көрсетеді. Сол қолыңызда цепление. Мына жерде фарды қосып өшіретін. Мынау дальний, ближний жағатын батырма. Оның астында поворотник, оңға, солға. Және де сигнал. Ал оның астында подсос тартып қоясыз және жіберіп қоясыз. Мына жағына келетін болсақ, оң жақ қапталында бұның аяқ қоятын табалдырығы және артқы тормоз. Алдында тұрған артыңғы тормоз. Бұл житкіспен жүреді. Осылай бассаңыз артқы дөңгелегіңіз тормоз қысады. Мынау аяқпен теуіп от алдырғанға арналған. Мынау жаңағы артында отқан адамның табалдырығы жиналмалы. Мына жерде міне штановый мотор, мынау балансировочный валы шығып тұрғаны, алдыға қарай шығып тұрғаны. Мынау глушительден шығып тұрған темір, глушительден аяғыңыз күймес үшін қорғаныс темірі, бұл ысымайды. Ішіндегі темір ыстық екен. Және моторы бір цилиндрлі, бір поршынды болып жүреді. Және де карбюратор орнатылып тұр мына жерде. Қысқаша айтқанда біздің шолуымыз аяқталды. 222 моделі. Мен өзімнің ойымды айта кетсем, мотоцикл өте ұнады. Жаңа айта кеткендей, осы жасыма дейін айдаған мотоциклдердің ішіндегі ең мықтысы осы болды. Бұдан байқаған бір минус байқадым, ол сенде ғана жоқ. Осымен біздің шолуымыз аяқталды. Bamix YouTube каналымызға жазылып, колокольчик батырмасын баса кетіңіз.